Жамбыл облысы, Жамбыл ауданы, Айша-Бибі ауылы, Айша-Бибі орта мектебінің география пәнінің мұғалімі Айтекова Жанар. Сәлеметсіздер ме, балалар? Бүгінгі сабақтың тақырыбы табиғи ресурстарды экономикалық және экологиялық тұрғыдан бағалау. Сабақтың мақсаты табиғи ресурстарды экономикалық және экологиялық тұрғыдан бағалаймыз. Сен табиғи ресурстардың адам өміріндегі маңызы туралы не білесің? Ендеше, біз табиғи ресурстармен және олардың жіктелуімен танысайық. Адам табиғаттан тыс өмір сүре алмайды. Табиғат адам іс-әрекетінің қалыптастыратын өмір сүру ортасы болып табылады. Табиғат адамзат қоғамы үшін ресурстардың басты көзі. Табиғат ресурстары литосфера, гидросфера, атмосфера және биосфера элементтерін біріктіреді. Ал бұларды көптеген белгілеріне байланысты классификация жасауға болады. Табиғи ресурстар түрлері: минералды ресурстар, су ресурстары, жер ресурстары, биологиялық ресурстар. Дүниежүзілік мұхит ресурстары, климат ресурстары, космостық ресурстар. Енді жоғарыда аталып өтілген табиғи ресурстардың түрлерінен су ресурстарын қарастырайық. Егер біз планетамызға космостан қарайтын болсақ, жер сумен жабылған көгілдір шар сияқты. Енді гидросферадағы судың таралуын қарастырып көрейік. Дүниежүзілік мұхит суы, жер асты сулары, мұздықтар, жер үсті сулары. Су ресурстары адам өмірі мен шаруашылық іс-әрекетіндегі маңызды компоненттердің бірі. Қызықты фактілер. Статистикалық мәліметтерге сүйенсек, су ресурстары ауыл шаруашылығында бәрінен көп қолданылады екен. 25% жуығы өнеркәсіпте қолданылады. Ал су ресурстарының 9% адамдардың қажеттілігіне, яғни коммуналдық және тұрмыстық сферада қолданылады. Мысалы, 1 тонна мақтаны өсіру үшін 10 мың тоннаға жуық су қажет. Сондай-ақ 1 тонна бидайға 1,5 мың тонна су керек. Ал өнеркәсіп саласында 1 тонна шойынға 250 тонна су қажет екен. Сонымен бірге 1 тонна қағаз өндіруге 236 тонн су қажет екен. Адам мен табиғат бір-бірімен өте тығыз байланысты. Ал онда біз сіздермен қоғам мен табиғат арасындағы өзара байланысты қарастырайық. Табиғаттың қоғамға әсерін қарастырайық. Өмірлік күнкөріс көзі, өнеркәсіпте қажетті шикізат көзі және өмір сүру ортасы. Ал қоғамның табиғатқа әсері бұл қалыптасқан табиғи кешендердің өзгеруі және табиғи кешендердің құрылуы. Егер біз табиғат байлығына ұқыпты және саналы қарайтын болсақ, адам мен табиғат арасындағы өзара байланыс үйлесімділік табады. Сонымен, бүгін біз планетамызда кездесетін табиғи ресурстар және олардың классификациясымен таныстық. Әлемдегі табиғи ресурстардың барлық түрлері мен топтары белгілі бір мөлшерде Қазақстанда кездесетіні бізге белгілі болды. Ендеше, адамзаттың табиғи ресурстарымен қамтамасыз етілуі және олардың тиімді және ұтымды пайдаланылуы дүние жүзі бойынша негізгі өзекті мәселелердің бірі болып саналады. Келесі кездескенше, қымбатты достым. Оқушылар, бейне баянды тамашалап болсақ, бұл жерде біз табиғи ресурстардың жіктелуімен таныстық. Енді
Осы табиғи ресурстардың ішінде ресурсқа тоқталатын болсақ, ресурс қор деген мағынаны білдіреді. Табиғи қорлар табиғи ортаның, қоғамның материалдық және рухани мұқтажын қамтамасыз ету үшін өндірісте пайдаланылатын бөлігі. Ресурспен қамтамасыз етілу дегеніміз, бұл табиғат ресурстарының қорының қолдануына қатынасы. Егер кейбір зат әлі өз табиғи ортасында жатса, ол табиғи ресурстар деп аталады. Оны табиғаттан ажыратып алып өңдесе, ол шикізатқа айналады. Шикізаттан адамдар дайын өнім жасайды. Енді бүгінгі сабағымыздың негізгі мақсаты экологиялық және экономикалық баға беру болған. Соның ішінде тоқталатын болсақ, экологиялық бағалауға табиғи және антропогендік экожүйедегі өзгерістердің мүмкіншілігін бағалау. Антропогендік дегеніміз адамның өзінің іс-әрекетінен жасалған жағдайлар және қоршаған ортаға тигізетін кері әсердің алдын алу. Экологиялық салаларының әсерін азайтудың баламалы жолдарын ұсынады. Экономикалық бағалау дегеніміз ресурспен қамтамасыз етілуі, ресурстың сапасы, ресурстың шаруашылықта қолданылуы, аймақ үшін ресурстың маңыздылығы. Сондай-ақ табиғи ресурстар сарқылуына байланысты екіге бөлінеді. Сарқылатын ресурстар және сарқылмайтын ресурстар болып. Сарқылатын ресурстар табиғатта пайдалану барысында саны мен сапасы өзгеретін табиғи физикалық құбылыстар мен денелер. Оларға пайдалы қазбалар, биологиялық ресурстар, минералды ресурстар жатады. Ал сарқылмайтын ресурстарға күн энергиясы және жел энергиясы жатады. Минералды ресурстар бірнеше түрге жіктеледі. Отын энергетикалық, металдық, металл емес, техникалық, құрылыс материалдары болып. Отын энергетикалық кешенге мұнай, газ, көмір және тағы басқа жатады. Металдық ресурстарға қара және түсті сирек кездесетін бағалы металдар жатады. Металдық емеске фосфор және калий тұздары жатады. Техникалық асбест, графит, талик. Құрылыс материалдарына құм, саз, шағал, мәрмәр және тағы басқа жатады. Ресурстардың жіктелуі. Энергетикалық ресурстар. Энергетикалық ресурстар қалпына келетін және қалпына келмейтін болып екіге бөлінеді. Қалпына келетін ресурстарға су, күн, жел жатады. Қалпына келмейтін ресурстарға мұнай, газ, көмір жатады. Құрметті оқушылар, алған мәліметтерді пайдалана отырып, қоршаған ортаның ластану себептері мен салдарын талдайсыздар. Берілген суреттер кескін картаға таңдауыңыз бойынша бір табиғи ресурс түріне экономикалық және экологиялық тұрғыдан баға беріңіз. Шартты белгісін белгілеңіз. Кен орнының атын жазыңыз.